Бұл видеоны вайттілерге айтайын одам. Вайттілерге, қысқасы машина іздеп жүргендерге, машина алам дегендерге, арзан машина іздегендерге, обязательно машиналарда мына Япошка, Honda, Mazda, Toyota, немецкий машиналарға, ескі немецкий машиналарға, корейский машиналарға аларда сөзсіз машинаны қарағыла жігіттер. Мен сізге қазір видео көрсетем. Мынау Honda Fit, бұны бір тақсыр алған, бұға бір тақсыр сатқан жігіттер. Мына қарағыла алды. Түгіп қолғанда жігіттер, жеп түгіп қолған. Сасанан қарағыла жігіттер. Задный балка. Жігіттер, сөзсіз алар да күндізі барғыла. Күндізі көргілі, шашпағыла, кешкілін болу ойт вообще. Күндізі барып көргілі, астыны көргілі, чашкаларды көргілі, падерін көте тұрған жерлерін көргілі, немезіне сені қанша алып атсаңар дағычы. Ана машина сатқандар жігіттер, машиналар чиріп қалса, білсеңер, түгіп қалса, мүмкін болушы шыны бір разборғы металға тапшырыла жігіттер, ұшы берген пайда бергелі қойсын, арзанырақ, 30 мен 40 мен арзанырақ болса дағы, ұшы металға сатып болады, метал болса да разбор сатыла жігіттер. Дальше мұны алады. Үстіне сіледі машинаға 2 есін чаптайды, бірақ бәрі нормальный машинаға болуайды да бұл. Жүреді. Долго служба қылбайды да. Жігіттер, тыныш боласыңар.